Балықтан котлет жасаймыз. Ол үшін бізге жылан балық, 2 тал картошка, чеснок, сәбіз, 1 пияз, жұмыртқа және ұн керек болады. Бірінші біз балығымызды алып, жылан балықты таңдадық. Котлетке, өйткені ода қылтық аз болады. Жақсылап балықты қылтықтарынан, артқы қанаттарынан, соның барлығынан жақсылап тазалаймыз. Ет тартқыштан өтетіндей етіп. Менде ет тартқышым электронды, пластмасса сынып қалады. Сол үшін жақсылап барлығын кесіп, картошка, сәбіз, пияздарымызды да турап, дайындап, ет тартқыштан өтетіндей турап қойдым. Балығымды да тазалап турап қойдым. Енді барлығын ет тартқыштан өткіздім. 2 тал жұмыртқа қостым. Және жақсылап тұз, бұрыш, қалауыңызша приправа қоссаңыздар да болады. Осыны жақсылап араластырдым. Бір келкі тұзы сіңсін деп жақсылап араластырып, қатқан нан салсаңыз болады, не сухари салуға да болады. Менде ол жоқ болғаннан кейін ұн салдым. 2,5 кесе ұн саламыз. Оны жақсылап араластырып, бірінші тек қолмен жақсылап домалақтап, ұнға аунатып, осылай қуырсаңыз да болады. Және майлап, қолыңызды майлап, тек сыртын ғана ұнға аунатпай-ақ қуырып алуға болады. Мен сол 2 жақты 2 істедім. Біріншісі ұнға аунаттым, екіншісі тек қана майладым. Осылай қызып тұрған майға осылай қуырып аламыз. Мен майымды көптеу қылдым, өйткені котлетім көп болды. Сіздерде аз болса, аз істеуге болады. Майды аз құйсаңыздар. Егер мен сияқты көп істейтін болсаңыздар, осылай бауырсаққа салған сияқты май көптеу құйсаңыздар болады. Жақсы піседі. Баяу отта істейміз. Баяу дегенде, баяу емес, орташа отта пісіретін боламыз. Баяуда болса, пісуі қиындап кетеді. Ал қатты отта пісіретін болсаңыз, сырты тез қызарып, іші піспей қалады. Сол үшін орташа отта пісіреміз. Жақсылап 2 жағын қызартып аламыз. Мінекей, котлетіміз дайын. Өздеріңіз жасап көріңіздер үйлеріңізде. Бір сочный, әдемі болып шықты. Дәмі де өте керемет болып шықты. Ал ас болсын. Жасап көріңіздер. Маған қолдау көтеріп, лайк басып кетіңіздер.